Құран оқуда естіп жүрген тәжвид сөзімен таныс болайық. Тәжвид көркемдеу, кемеліне жеткізу деген мағынаны береді. Терминдік тұрғыда Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям үйреткен түрде оқу үшін әрбір әріпке өзіне тән махраджын, сипатын, харакатын дұрыс беруді үйрететін ғылым. Алла тағала қасиетті Құранда бисмилля «Вараттилил Құр'ана тартила» мәнеріне келтіріп, мағынасына терең үңіле отырып, байыппен, әріптеріне дұрыс мән беріп, Құран оқы деп әмір еткен. Тәжвид ілімі Құран кәрім сөздерін зерттейді. Практикалық тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямнан жеткен, ғылыми тұрғыда қырағат имамдары жинақтаған. Құран оқуда тілдің қателіктен сақталуына көмек береді. Алланың кітабына қатысты болғандықтан ең ардақты ғылымдардың бірі болып саналады. Дүние мен ақыретте бақытқа жетуге пайда береді. Құранды дұрыс, байыппен оқу жүректі Аллаға жақындатады. Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям үйреткендей оқығың келсе, парақшама жазылып, осы видеоны жақындарыңмен бөлісуді ұмытпа.